Күйеуімнің алдында жыртыңдап жүр. Осы мәселе менің бас ауруыма айналды. Уайым жеп барады. Болған оқиға. Тұрмысқа шыққаныма 15 жылдай боп қалды. Жасым 37-де. Ауылға көп балалы өсіп-өнген әулетке келін болып түстім. Мен келгенде үйде күйеуімнен 5 жасқа үлкен ағасы мен абысынымыз тұратын. Бірақ 2 жылдан соң олар ажырасып кетті. Сол абысыным тым жақсы адам еді. Маған әпкемдей жанашыр боп, үйдің шаруасына үйретіп, бір елі жанымнан шықпайтын. Ал мынау кейінгісі енді. Қайнағам мен абысыным балалы болмаған соң ажырасты. 4 жылдай күткен екен. Болмаған соң абысыным, маған рұқсаттарыңызды беріңіздер. Екіге кетсек бақытты боп кетерміз деп ата-енемнің алдынан өтті. Кетем деп тұрған адамды кім ұстап қала алады? Енем қимай-қимай шығарып салды. Бір жағы абысынымның кетуіне баланың да қатысы болмады-ау. Қайнағамыз тайынсыз кісі. Жасы 40-тан асып кетсе де балалығы басылмаған. Тұрақты жұмысы жоқ. Күн-түн демей көше кезіп қыдырып жүре беретіні бар еді. Әлі де солай. Әр істің басын бір шалып, әр қалада бір тұрып жүріп, екінші әйелмен танысыпты. Үйренем, осыны сүйіп қалдым деген соң ата-енеміз әлгі қызды үйге келін етіп түсірді. Бұл аралықта мен 4 балалы боп қағам. Жылма-жыл бала туу, үлкен үйдің келімді кетімді кісілері бар. Тірлікте тау-тау боп үйіліп тұрады. Соларға үлгерем деп жүріп мамандығым бойынша жұмыс істеуді де ойламаппын. Таңертеңнен кешке дейін көк қораны айналып жүре береміз әйтеуір. Алғашқы жылдары күйеуім екеуміздің арамыз жақсы еді. Қазір түсініксіз. Үйде адам көп болғасын бір-бірімізге көңіл де бөлмейміз. Бәленің бәрі қайнағамыз 2-ші мәрте үйленгеннен басталды. Өздері бөлек өмір сүрсін деп қалаға еншілерін беріп жіберген еді. Бірақ күнімізді көре алмай жатырмыз. Пәтер ақының ақшасы өте қымбат деп қайтадан келіп алды. Міне, қазір 3 жылға жақындап қалды. Үйінде абысыны бар деген аты ғана. Салт басты болған соң қалаға қатынап жұмыс істейді. Күйеуімнің де жұмысы қалада. Азанда бірге кетеді, кешке бірге қайтады. Сол менің көңіліме күдік ұялатып жатыр. Олай дейтінім, қайнағам мен абысыным дәрігерлерге тексеріліп көрінген екен. Күйеуіңізде кінәрат бар депті. Сосын абысыным эко жасатам деп шешім қабылдады. Ата-енеміз зейнетақыларын жинап, қорадағы малдарды сатып, сұраған ақшаларын тауып берген. Сөйтіп екеуі эко жасайтын дәрігерлерге барса, сіздің ұрығыңыз мүлдем жарамайды деп қайтарыпты. Осыдан бірер апта бұрын енем мен абысынымның сөзін естіп қалдым. Беріктің ұрығын салдырайық, ол да Сәкеннің туған бауыры ғой деп мәселені талқылап жатыр екен. Берік деген менің күйеуім ғой. Бұлай кете берсе бір күні бұлар эко жасатып шығындалғанша одан да екеуін қосайық деп айтудан тайынбаса керек. Әлі бұл ойларын күйеуіме айтпады. Сол себепті мен де тілімді тістеп үндемей жүрмін. Бірақ осы әңгімеден кейін абысынымның күйеуіме бірдеңелерді айтып, жыртыңдап тұрғанын жиі байқайтын болдым. Бұрын қалаға жұмысқа барарда көліктің артына отыратын. Қазір ұялмай алдына отырып алады. Мінезі тым жеңілтек. Күйеуімнің ойын бұзып, қойнынан бір-ақ шыға ма деп ойымдап жүрмін. Күдіктеуімнің тағы да бір себебі, бұрын есік көрмеген абысынымның пәк болып келмегені. Бір-екі таныстардан бұрын жігіттерді нәскеше ауыстырған еді деген сыбыс естіп қалғанмын. Қайнағам да өте жауапсыз адам. Бұны өліп-өшіп, күйіп-жанып алды деп айта алмаймын. Әйелінен көңілі қалса ажыраса салмасына кепіл жоқ. Мейлі ғой, эко арқылы абысыным көтеріп босансын. Ертең қайнағам екеуі ажырасып кететін болса, баласын құшақтап күйеуіме сенің балаң қалайда бағасын деп міндетсініп тұрмасына кім кепіл? Басында 2-ші баламды қайнағаммен кетіп қалған абысыныма берсем бе деп ойлағанмын. Бірақ қайнағамның өз басын алып жүре алмайтын адам екенін көріп, райымнан тез қайттым. Енді не істерімді білмей басым қатып жүр. Күйеуім ата-анасының сөзінен асып кете алмайды. Мен қарсы болған күннің өзінде құлақ асатын адам емес. Өз дегенін жасайды. Ата-енеме айтсам, күйеуіме, әйеліңді тый деп арамызда одан бетер ушықтырып жібереме деп қорқам. Не істейін? Басым қатып кетті.